Оқу түрлері. Оқудың пайда бермеуінің себебі барлық кітапты бір әдіспен оқу болып табылады. Мысалы, ғылыми емес жеңіл кітапты ғылыми секілді қатты ойланып оқу, немесе керісінше. Оқу түрлерін бірнеше топқа бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі, терең мән беріп оқу. Асықпай ой жүргізіп оқу түрі. Өйткені ғылыми кітаптарда байқалмай қалу деген нәрсе болмауы керек. Мысалы, мамандыққа байланысты кітаптар. Ақпаратқа толықтай анализ жасалуы керек. Бұл әдісте талдаулар жасалып, сыни пікірлер пайда болады. Бұндай кітаптарды жылдам әдіспен оқу мүмкін емес. Оқылса да пайдасы болмайды. Екіншісі, еркін оқу. Мысалы, әдеби тарихи кітаптар. Бұндай кітаптарда адам жазылған нәрсемен көбіне кеспеуі мүмкін, қарапайым мақалаларды оқыған секілді. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан. Адамның демекші, адамның өзінің сыни пікірі болуы керек. Кез келген кітапты оқыған кезде сыни пікіріңіз болсын. Ол деген кітаптан кемшілік іздеу емес. Керісінше, кітап оқығанда сұрақ қою арқылы оқу әдісі. Егер кітаптан сұрақ туындамаса, кітапты түсінбегеніңіз. Шариғи кітап оқудың 3 әдебі бар. Бірінші, өзіңіз оқып шығу. Екінші, ұстазбен оқу. Үшінші, өзіңіз қайталап оқуыңыз. Сол кезде кітапты түсіну жеңіл болады. Үшіншісі, түрге кітапты жалпы қарап шығу. Бұл кезде оқушы терең оқымай, жай парақтап шығып, кітаптың не жайлы екендігін ғана білуге тырысады. Мысалы, кітапты қайталап оқып шығу. Немесе кітап сатып алар кезде кітаптың мазмұнымен танысу. Ал кітапты толық игеру үшін асықпай, бірақ сапалы оқуға кеңес берер едік. Не үшін оқу кітабынан үзінді?